Почта қызметі ежелден адамзат өркениетінің дамуында ерекше орын алған байланыс арналарының бірі. Ең алғаш рет ақпаратты шабармандар мен хат таситын көгершіндер жеткізген. Почта қызметі ғасырлар бойы үздіксіз жетілдіріліп келеді. Қазіргі уақытта хат ұшақпен, пойызбен жеткізіледі. Телефонды 1876 жылы америкалық өнертапқыш Александр Белл ойлап тапқан. Телефон байланысы 144 жылдың ішінде бүгінгі қолданыстағы телефондарға дейін дамыды. Телеграф қабылдау нүктесінде міндетті түрде жазылатын әріпті цифрлы хабарды қабылдап жеткізетін байланыс құралы. Қазақстанда телеграф байланысы 20 ғасырдың басында пайда болып, Морзенің телеграф құралы қолданылды. Алғаш рет радионы 1895 жылы орыс физигі Попов ойлап тапқан. Ол антенна арқылы радио сигналды қабылдап, оны өңдеуге мүмкіндік беретін радиоэлектронды құрылғы жасады. Теледидар – бұл қозғалатын кескінді қашықтан беруге арналған құрал. Байланыс арнасының тарихы 1929 жылы ақш-та алғаш рет хабар таратудан басталды. Инженер Уиллс Санабря 1929 жылы 19 мамырда тұңғыш рет радио толқындарды пайдаланып, радио станциясы арқылы дыбыс пен кескінді бірге таратты. Интернет 1969 жылы ақш-та пайда болған. Интернет әлемнің түкпір-түкпіріндегі компьютерлердің ақпарат алмасуына мүмкіндік беретін жүйе.